Баршаңызға қайырлы күн. Арнама қош келдіңіздер. Каналдың дамуына азда болса өз үлестеріңізді қосып, видео ұнаса лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Бүгін сіздермен қайнатылған сары секер немесе қант қатыру жолдарымен бөліскім келіп отыр. Міне 600 грамм қант. Қазанды бірінші қыздырып аламыз. Содан кейін қантымызды саламыз. Қанттан кейін сүтімізді 300 грамм сүт, 600 грамм қант. Енді жақсылап қайнатамыз. Жасалу жолы өте оңай әрі тез. Дәмі түсі өте керемет. Осы видеома қарап жасап көріңіздер. Шай ішіп, қант қатырып. Міне қайнап жатыр. Басында массамыз үлкейеді, көбейіп, көпірі жоғары көтеріліп. Уже қайнаған секеріміз уақыты жақындағанда азаяды. Түсіне қарап білесіздер, бір 20-25 минуттай қызарғанша осылай араластырып тұрамыз ағаш қасығымызбен. Мен Агүлден айтып жүрмін, осы не пісірсем де осы ағаш қасықтармен пісіргенді жақсы көрем. Міне осы ыдысымызды ішін сары май жағып, жабысып қалмас үшін түсіруге оңай болады өзімізге. Шемек май жағып, сосын үстіне құямыз. Екіге бөлдім, 2 тәрелкеге. Ыстық, қыздарда жаңа резинкадан өтіп кетіп жатыр ыстығы. Сосын бетін салқын суға қасығымызды батырып тегістеуге болады. Осы видеоға қарап жасап көріңіздер. Ертеректе оқушы кезімізде осы мамаларымыз осы секерді қайнатып, қатырып, осы қонақ шақырғанда дастарханға қояды. Міне сол есіме түсіп кетіп, мен де соны жасап көріп жатқаным, сіздермен бөлісіп жатырғаным. Сіздер де достарыңызбен, тума туысқандарыңызбен, көрші көлем осы менің видеомен бөлісуге болады. Міне ыдыстан түсіріп алдық. Міне бұрында осы секер отатын өзінің несі болды. Менде жоқ болғасын, қайшысы болады өзінің секерді қиып сындыратын. Мен пышақпен құрттай. Қайшым жоқ та, сосын пышақпен отып көрсетіп жатқаным. Өте керемет, қыздар, шай ішіп көрдік. Дәмі де, түсі де керемет. Осы мен видеома қарап жасап көріңіздер. Жақсы, келесі кездескенше сау болыңыздар.